Достар, Тамиресінің шашын қырып ұстады. Қарасаңыздаршы, не деген көп шаш. Папасы білмейді, папасына айтпай қырық ұстадық қана полный дәші. Папасына айтпай қырық ұстадық, мына шаштарын, боялған қызыл шаштарын полностью қырық ұстадық қой достар. Уже безжизненный болып қалды да, сол үшін қош шаш деген өседі ғой деп қырық ұстадық қой жаш. Жасмин жаңа да шомылып шыққан, бірақ Жаштың шашына тиіспедік, Жаш ақырашқан. Жасминнің шашы норм болып тұр, өзі сол ұзындығына әдемі болып тұр. Бұнда розовый шаштарын бәрін бояп тастадық. Шашын кептіру керек Жаш сен. Бірақ Тамидің шашын қырық тастадық. Кішкентай болып қалды Тамидің шашы. Не істейміз енді? Папа шок болатын болды ғой, а? Тами, папа шок болатын болды ғой. Мына шашты не істейміз енді, Тами? Ай, жабайын, ұстаймыз ғой. Қарсаңыздар, кәдімгідей достар, анау өзінің розовый шаштары бар ғой. Куклаға қатап қойымыз ғой шаш қып. Тамидің шаштары ғой. Шашырайды болып тастаймыз. Осыға тастаймыз. Басқа не істейміз ғой? Бұл шаш не істейміз басқа, я? Ұстау керек қой, я? Тамидің шаш қысқа болып қалды ғой, енді кәрі шаш болып қалды. Тамиді шоңылдып, шашын жуып, укладка жасап, күшті папаға көрсетеміз, я? Папа шок болатын шығар, я? Қуасына неғып несен? Неғып қырқыстады дейтін шығар, я? Ой, мұсыға тастайды. Папа, көрсетекті шашынды. Мұсыға тастаймыз. Папаға көрсетеміз ба? Шашынды. Давай, бірінші шашынды несе Жуып аламыз ба? Жүр, шашынды жуып, укладка жасап, сіздің папасына көрсетеміз. Ух ты, достар, мінекей, шашын қараңыздаршы, жалтырап, әдемі болып тұр ғой, шашы күшті болды, ұштарын әдемі қылып кескен едік. Не деген әдемі цвет, прям күшті болып тұр, қараңыздар. Ұзындығы да өте әдемі болып тұр, қысқа емес негізде, Кантами? Кореянка күшті жарасты, бірақ папа әлі көрген жоқ. Папа көрсе ұрсады шығарып, Тами, не істейміз папа көріп ұрса? Папа шықты. Ерео, саған бірдеңе көрсетейін деп атқанбыз ғой. Бірақ ұрыспашы мақұл. Сен рұқсат бермей бірдеңе істеп қойдық, рұқсатынсыз. Не істедіңдер, ақша жарап? Шашын айдадыңдар ма? Жоқ. Тами, кел, мына жаққа кел. Тамидің шашын қырықтық. Ұзын еді ғой шашын ақ қырық қой. Ұзын, нанша шаш қырқыстадық қой керем, нанша мал. Мені балдар сияқты оқапты ғой. Нанша. Маншы? Қызарда істейді. Мына қарсы кішкентай. Кішкентай болып қалды ма? Бірақ әдем болып тұр, я? Бірақ күшті болып тұр, я? Ары қарсы қара. Сен ұрсат деп ойладық қой. Тіп-тіке. Әдемі болды, я? Корейский шаш болып қалды, я? Әдем. Ұрыспаймын, бұған ұрыспаймын. Бұған ұрыспайсың. Қандай қыса ұрсатын едің? Қандай қыса? Ондай болса, енді точно ұрыспаймын. Жек көрім ондай шаш. Тами, сен жаңа айттың ғой, папа сондай, ой, мама сондай қырық ұсташ деп айттың ғой, сен андай қылшы, қырық ұсташ деп айтқан ғой, прикинь. Ұрсатын Ұрсатын екен. Шаш, басыңа шашты көштеп қойдым ғой. Сондай қырық ұстасақ не істер едің, саған айтпай. Ұрсатын ем? Болмайды. Негізі достар, қыздың шашы ұзын болу керек, әдемі. Білмеймін, қысқа шаш болмайды. Табиғат. Табиғи. Естественно. Кәні ақыраш табиғи көрек. Күшті. Күшті болды, я шаш. Енді Жасминге айтсаңдар, Жасмин. Жаша, кесей. Неге Томидің шашын кесіп сарғарсың? Қарсай кесей, Томидің шашын қырқса. Өзің шашы не болады? Бұл шашын жүріп шыққан ғой жаңа. Қарсай. Ұзын еді ғой. Прикинь, нанша шаш қырып тастадық қой. Әдем бірақ, Бірақ күшті жарас қалды емес не? Жаным! Бір кореянка болып қалды ғой. Сабаққа барады уже. Қарсаңыздаршы қандай кореянка. Тами шашын жайып жүре берсең болады екен қысқа шашты. Ана ұзын мен кішкене әмір жейтін еді. Итакта жая бересің ба? Ja. Жаш, сен кеше қандай болып тұр? Жаштікі норм болып тұр, я? Енді кеу отыр ба? Бұны кеспек қоямыз ба бұны? Жоғы. Өзіне бұл бой ұзын, бұған Өзіне ұзын шашы. Өзім оригинальный шашым кеспеген тұрым мынандай еді. Сосын кескеннен кейін осындай болды ма? Шашын кептірсей жаш бар, феңмен кептіріп ал. Оля, Ерена дуалдарды қарастай. Арсенчуктың произведение искусствосы не деген басқара, я? Бір ремонт жасату. Спальник. Қарасаңдар.
күшті суреттер салып арабшасы деп жазған. Қарасаңыздаршы, арабша жазылады, сладкий. Құдай қалса, новый үйге көшкен кезде достар, мына үйге обязательно ремонт жасатамыз, сосын барып бұл үйді сатпайтын болдық. Бұл үйді сатпаймыз да, арендаға береміз потом. Біздің подписчиктер тұрамыз десе, біздің подписчиктерге арендаға береміз. Ой, сөйтіп ше, соны тоғылдатып тұрса, ей, Тамиле, мен подружкам айтады, бір подружкам. Сол, мына үй арендаға беріп жатсаң, то бізге бере салыңдар, бізде ақшамыз көп дейді. Сен подружкаңа бере саласың, мақұл. Біздің үйде сонда подписчиктер тұра ма кейін? Біздің үйде достар, осы үйімізде подписчиктер тұруы мүмкін екен кейін. Біз новый үйге Құдай қалса уже жақында көшеміз, ремонтымыз біткен кезде. Таңғаранды Шашының күштісін ай, шашы тура анандай ше, рекламаға түсетін шаш болып тұр ғой. Мынандай бет істейтін еді ғой. Анау, қамсы елді ғой. Сол күшті шаш болды ғой. Тами өзіңе ұнады ма, айналғашты. Кен айналышты. Қырсаңыздар достар, шашы күшті болды ғой, өзіне прям жарасып тұр ше. Кукла болып тұр ғой өзі. Тами? Давай ұйықтаған кезде сөйлеп жаям, жайып жүре берейін да. Күніге жайып жүре берейін. Күніге жайып жүре бересің бе сөйтіп? Күшті жарасып тұр ғой, бірақ ше, кореянка болып тұрсың ғой. Дем жарасып тұр өзіне, челка прям күшті жарасып Тамикош. Мынанша Иә, сол осыншама ап тастадық қой достар, мынанша шаш қырқсадық қой. Бірақ рахат болып қалды иә, жеңіл вообще, күшті болды иә. Мектепке бояп баруға болмайды деді да, сосын бояған краскілеймін деп айтсам, Тами қырқасашы деді, сосын қырқысай салды. Тамидің өзі айтты қырықшы деп, иә, Тами, иә? күніге сөйтіп тұра ма, қоңыр болып? Иә, енді қоңыр болып күшті болып тұрады. Розовый шашын кесіп тастадық. Апайым ұрыспасын, бірақ ше апайым рұқсат бермейді жайып келуге. Жаюға рұқсат бермей ма? Иә. Қайтып барасың, шашын буып барасың ба? Басылған. Буып бара саласың ба? Сондай ақ буа саласың. Апай көрмесін тағы ең шашымды қырсам деп. Ештеңе демейтін шашы шыққанға. Просто шаш бояғанға әңгіме айтады, иә? Иә. Не деп айтады? Шаш бояғанға Тами. Бұрында, 2 класста мен шашты боятып келдім, апайым маған ұрыспады, бау, сенің шашың күшті екен, сенің шашың бірдеңке деді. И сосын менде де подругам бар, ол сабақтағы сол кім еді аты? Әппақ шашпен жүрген, енді розовый не қоңыр болды да, и сосын даже ұштарын тоже нелер қылып тастағанда. И сосын подружкам айтты, сен де бояп десей, розовый түске екеуміз сосын парни боламыз деді ғой. Қойшы, ұрысқан жоқ па сонда апайың? Иә, просто күшті екен деп тұр. Сөйтіп айтты ма, күшті екен деді ма? Иә. Ой, достар, шашымызға папа ұрысқан жоқ, мен ұрсама деп қорыққан едім, бірақ күшті жарасты, иә, Тамиге. Достар, сіздерге Тамикошке шашы ұнаса, обязательно комментке жаза кетіңіздер. Пока! Лайк басып, коммент жазып ұмытпаймыз. Лайк басып, комментарияға жазып, тіркеліп, лайк басып, коммент